Достар, баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгін бізде необычный влог болайын деп жатыр. Бірінші рет түсірейін деп жатырмыз бұндай форматта. Балаларым менен сұраған соң сол видеоны түсірейін дедім. Видеоны бір жерден көрген олар. Бүгін мен балаларыма мүлдем жоқ демейтін күн. То есть не сұраса да мен бұларға я деп айтам, жоқ деп айтпайтын боламын, я. Қандай шешім қабылдаса да бәріне я деп айтам. Мына жақта мен уже Диана күтіп отыр. Бүгін жаңа шығатын болғандықтан біз қазір қыдыруға киім кию керек болады әдемі. Бүгінгі шарттар бойынша Диана киімін өзі таңдайтын болады. Қандай киім таңдаса да мен жоқ деп айтпаймын, барлығыма я деп айтам. Я, Диана? Я. Достар, сәлем, қалайсыздар? Я, сәлем, достар. Давайте кеттік. Диананың бөлмесіне кішігірім обзор. Мынаның барлығы 1688 сайтынан келген болатын. Не. Диана бізде художница. Я, Диана? Я. Кеттік жүр. Так, Диананың шкафы мынау, да, Диана. Диана жаңа душқа түскен болатын, содан кейін өзі киім таңдап қойыпты. Мен бірақ білмеймін қандай киім таңдаған. Давай, Диана, көрсетеміз не таңдаған. Мен мынаны таңдап қойдым. Давай, көрсет не екен. Диана мынандай кофта таңдапты. Қараңыздар. Мынандай кашемировый кофта. Бұны да біз Қытай сайттарынан алған болатынбыз. Аха, сосын не таңдап? Астына шалбар. Бұл да Қытайдан. Қараңыздар, осындай вельветовый шалбар. Бұны Диана не үшін таңдады? Мен білем, өйткені сен бұны кимегесің, я вообще, я? Сол үшін таңдап тұр. Кимеген новый бұл. Еще жылы, қазір бізде қар жауды ғой. Сол үшін таңдады. Мен білдім осыны таңдайтын сен. Жаным, өйткені бұл новый киім жақсы көреді. Қазір Диана киімін киеді. Сосын духи себесін, я? Өзің духиң бар ғой, я? Духи бар, папасы подарить еткен оригинал Dior, мисс Dior күшті. Сосын не істейсің? Сосын помада жағам, и шашымды өрем. Өзің өресің ба? Я. Все, хорошо. Так, балдардың бөлмесі, Диананың бөлмесіне қарама қарсы. Мен уже олар күтіп отыр, видео түсіретінді біледі. Так, Батырхан, сен киінесің қазір. Бірақ Батырхан енді кішкентай ғой, сол үшін оған енді таңдауды былай бердім. Екі киім дайындап қойдым, өзім әдемілеп. Содан өзі қайсысын киеді, соны маған айтады, соны мен жоқ демеймін. Осы екеуіне, мына жерде джинсы мен осындай джемпер, и мына жақта мынандай свитермен, мынандай утепленный шалбар. Қазір қатты суық, сол үшін осындай жылы киімдер таңдадым. Давай, Батырхан, қайсысын кигің келеді, соны таңда, соны киесің, мен саған жоқ демеймін. Қайсы, мынаны ма? Джинсымен соны киесің, я? Я. Все, алмай ма өзіңе осы? Я. Все, хорошо. Давай сен киін, сосын шашыңды тара, одеколоныңды сеп, я? Я. Все, давай. Батырхан уже киініп қойды, молодец, бар шашыңды тара. Мына жерде Даниалдың таңдауы енді. Қараңыздар, Даниалға джинсымен мынандай кофточка и мынандай кәдімгі спортивный қара шалбармен мынандай кофточка таңдап қойдым. Давай, таңда, қайсысын киесің? Қайсысын киін деп жатыр? Соны киін деп жатыр ма? Осы образды киесің ба? Ыңғайлы қылып, я? Все, хорошо. Даниал мынандай образ таңдады, джинсы кимеймін деді. Все, біз қазір киініп кетеміз. Так, Даниал, қан көрсет, қалай киіндің? Міне Даниалдың киінгені шалбар и осындай кофточка өзі таңдады, я? Өзің таңдадың ғой? Енді не істейміз? Одеколон себеміз, я? Я. Все, кеттік. Так, мына жақта Батырхан мен Диана не істеп жатыр екен? Ух ты! Шашыңды күшті қылып тарап қойсың ғой? Өзің тарадың ба? Не жақтың? Септің ба? Енді, күшті шығып тұр, одеколон септің ба? Диана уже шашын жинап апты. Да, невидимка қадау керек қыз, мына екі шетке, я? Енді духиіңді көрсетші, духиіңді. Давай, сеп. Камам духи, мен духи. Помадаң кән. Ой, күшті болды, красотка. И Даниал тоже сеп отыр. Ал менің образым осындай. Бүгін андай простой болып киінгім келді. Ештеңе лишний киінгім келіп тұрған жоқ. Осындай кәдімгі коричневая кофточка, осындай в пол юбка и осындай шарф, платок болды. Артық ештеңе жоқ. Осылай барамын. Балдар уже өзінің таңдауын жасап қойды. Қазір мен бұларға жоқ демеймін. Қымбаттау жерді таңдап тұр. Қай жерге барамыз, балдар?
Аватария, құлақтарыңызды жабыңыздар. Аватарияға барамыз, и сол жерде ойнап, тамақтанып қайтамыз, иә? Бізге Арсен мен София қосылды, менің інімнің балалары. Бесеуін апасы екеуміз бүгін қыдыртамыз, иә? Не жегілер келеді, жоқ демейміз, бәріне иә дейміз. Бургер. Хорошо. Ал, біз кетіп бара жатырмыз. Жолыңыз болсын. Так, біз жолға шықтық, достар. Аватарияға барамыз деп шешті балдар, Diamond Plazaға. Өте күшті жер негізі. Бұрын соңды біздің влогта вообще аватария болмаған, сондықтан бүгін полный обзор жасауға тырысамын, по возможности. Бес бала шағамен білмеймін, қазір мама екеуміз келген кездегі состояниемізді. Мына жақта мама артында отыр, немерелермен, и Батырхан алдында. Так, біз сем табырым, 7 адам. 7 адамыз ғой, қанша? Иә, 7 адам болып неге келдік? Diamond Plazaға. Балдарды сразу тамақтандырып ойнатамыз қазір. Так, аватария 5-ші этажда екен Diamond Plaza. Вау! Какие тут шарики. Что мынаның іші? Жүндер, уже новогодний қылып украшать етіп қойып, да? Пойдем, пойдем. Да. Вот, адам көп, бірақ кассасы. И біз ана жаққа кіреміз қазір. Так, мама, Дима носки берді, эксклюзив. Бұндай носки ешкім берді. Мама, көйлегіңізге цвет бұттықты ғой. Құтты болсын, жақсылыққа келіңіз. Мамам прическасын новый. Бұлай қалдырып кетіңіздер, бұнаса. Немерелер үшін не істемейсің, не емесе. Немерелер үшін жасыл носки де киюге дайын, мама. Так, аватарияның ішіндегі. Так, бисмиллахи-рахмани-рахим. Қараңыздар, ішінде не бар екен? Күшті батут бар екен. Батуттың төбесінде балдар жүреді. Мына жер зор. Так, қараңыздар, мынандай. Мына жерде какая-то лестница. Ал енді біздің балдарды бұл жерде тауып алуды айтсаңыздаршы. Масқара, мынаның іші. Өп күлкес. Мына жерде мынандай секретің бар екен. Арсен жүр, ане. Арсен, привет те. Так, Батырхан, Диана, Даниалдар қақта. Олар табу керек қой енді. Масқара. Ух ты, қандай горка. Да! Софи. Аналар қақта. Даниал ана. Даниал ана. Диана ана үшін. Енді кого мы не нашли? Батырхана? Міне Батырханды да таптық. Анандайдың ішіне салып, атуға болады екен. Иә, күшті. Ана жақ атады екен. Алатау деп аталады екен. Енді оформлениясы күшті екен ішіндегі. Не Софи көшір. Ау! Диана ойнады. Давай. Давай, стекер. Айналады. Не бұл? Мынандай нәрсе бар екен. Біздің Дианка ойнап жатыр. Диана, қалай ұнап жатыр ма саған? Мынандай үлкен елка қойып қойыпты. Қараңыздар, әдемі. Мынандай сцена бар екен. Төбеде кафе. Мына жақта еще андай песочный ма бір нәрсе. Мына жақта ойыншықтар сататын шоп. Аквагрим істейді екен. Осындай. Ана жақта не істеп жатыр? А что здесь все столпились? Что здесь? Ой, ба! Мына жақта мынандай принцесс рум деген бар екен. Бұл жерде ана қараңыздар. Туған күн бір нәрсе істеуге болады екен. Күшті мынаның іші. Мастер-классы өткізеді екен мына жерде.
мынандай горка бар екен. Даниалға осы ұнап қапты. Ана тюбингті ерінбей өзінен дәу болса да алып келе жатыр. Давай. Ура! Круто! Ұнады ма? Не заказ бердің, Даниал? Айтшы. Не заказ бердің? Вилкамен. Вилкамен. Не ол? Не заказ бердің? Пельмени. Пельмень? Сондай пельмень, цветной пельмень ба? Да. Твои любимые, да? Она хочу. Они твои любимые? Давайте бұдан да қатырақ айқайлаймыз. Кеттік. 1, 2, Молодцы! Ал енді денеміз қыздырамыз ба? Молодцы! Сендер ұшты деген ойынды білесіңдер ма? Түсіндірейін ба? Мен қазір ұшты дегенде мысалы қос десем ұшты деп қолымызды ашамыз, иә? Самолет сияқты. Ал елка десе мысалы ұшпайды, иә? Ол кезде тыныш қана тұрып қаламыз, иә? Кеттік. Ұшты. Қос ұшты. Ұшады, иә? Бәріміз самолетке қолымызды ашамыз. Молодцы! Ал енді ұшты. Телевизор ұшты. Шама? Ұшпайды, я молодцы. Ал енді ұшты. Шариктер ұшты. Шариктер жады ғой, ортаға жиналамыз. Балдар бізде аквагрим салып жатыр. Донидікі мына жақта. Қайсы? Даниал Соник салдырам дейді. Мынандай. Ал Арсен қолға салдырам дейді. 2000 теңге тұрады екен. Сен де Соник па, Арсен? Даниал. Ух ты! Әдемісін-ай! Маған қара. Очередь Диана салдырады, Арсен салдырып жатыр қолына. И София тоже очередь күтіп тұр. Дианаға салып жатыр. Так, балдарға пицца 1,5 сағат күтесіздер деген. Адам көп қой, бүгін праздник. Короче, Цезарь салат заказ бергем. Өзіме қарным ашып кетті. Сосын бургерлар, фри, чай, пепси, компот бар. Ананда цветной пельмень бар. Даниалға дегенен, что-то мынау жемей қойды, бургер жеп жатыр. Отырмыз. Диана көрсетемін дейді сіздерге. Давай, Диана, аш. 3. Ух ты! Әдемісін-ай. Әдемі. Ух ты! Ага.
Привет. Жаным, күшті жарасты, күшті жарасты. Қалай? Ал достар, осымен біздің аватарияда күніміз бітті. Бүгін мен балаларға жоқ деген жоқпын. Магазиннен де барлық нәрсені әпердім. Бургерларын әпердім, пиццаларын әпердім, қолаларын әпердім. Қалаған киімдерін киді, қалаған жерлеріне келді. Жоқ деген айтылған жоқ, бәріне я дәме. Дикобай? Ай? Сонымен біздің осымен я деп айту челленджі бітті. Видеомызды көргендеріңізге үлкен рахмет. Не айтып керек? Лайк қоюға, комментарий басып, бізге подписка жасауға ұмытпаңыздар. Всем пока! Ал бәріміз үйге қайтып бара жатырмыз аватариядан. Жайлап кетіп бара жатырмын. Уже суық болып кетті. Машина енді жылынып жатыр. Қала әдемі болып тұр Нұрсат жақ. Бисмиллахиррахманиррахим. Жайлап кетіп барады. Қазір мешітті өтеміз, мешітті көрсем сіздерге. Қараңыздар достар, міне. Мешіт. Өте керемет жер. Қарасаңыздар, какая красота. Ал кештеріңіз қалай өтті? Ұнады ма бәрі? Сонымен челлендж аяқталды. Мама бәріне я деді ма? Жоқ деп айтпады ма? Болды, онда челлендж орындалды деп есептейік, я? Рахмет дейміз. Давайте. Хором. Рахмет.